Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай өте жұмсақ, әдемі болып шығатын тауықтың етімен күрішті жасап көрсетемін. Дайындалу жолы өте оңай, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. 4 дана төс еті. Егер де аз жасаймын десеңіздер, 2 данасы жеткілікті болады. Менде үлкен порция жасайтын боламын. Енді осы төс етін осындай үлкен бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Осылай жұқартып, барлығын бірдей қылып тураймыз. Міне мен барлығын турап қойдым. Енді осы ыдысқа салып, бұл етімізді маринадтап қоямыз. Ол үшін бізге қажет заттар: паприка осында 10 грамм, барлығын қосып жіберемін. Паприка біздің тауықтың түсін өте әдемі қылдырады, сол үшін қосамыз. Енді тұз, 1 шай қасық және де қара бұрыш қосамын, дәміне қарай. Енді үстіне сұйық майды қосып, 2 ас қастай сұйық май қосамыз және де жақсылап тұрып араластырып, тауықтың етін 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Енді осы 2 дана пиязымызды алып, үстіне подливын жасаймыз. Осылай пияз турап болғаннан кейін табағымызды қыздырып, үстіне сұйық май құйып, пиязды қуырамыз. Өте дәмді тағам және де жылдам дайын болады. Күріштің дайындалуы өте оңай, жабыспайтын, өте әдемі ерекше әдісін көрсетемін. Сізге ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Пиязымыз қуылғаннан кейін үстіне 2 ас қасық томат пастасын қосамыз. Қосқаннан кейін 2-3 минуттай осы пиязымызды қуырамыз. Содан кейін біздің тұздығымыз дайын болады. Міне дайын болып қалды. Отты сөндіреміз. Ендігі кезекте тауықтың етін қуырамыз. Осы қызып тұрған табамызға майымызды құйып, үстіне дайын болған тауық етімізді салып, ешқандай су құймай майға қуырамыз. Міне осы 2 жағын аударып отырып, баяу отқа қойып, жарты сағатқа біздің осы етімізді жауып қоямыз. Міне өзінің сөлі бөлініп, әдемі болып қуырылып жатыр. Енді үстіне дәміне қарай 2-3 дана чесногымызды осылай күштен өткізіп қосып жібереміз. Өстіп араластырып, үстіне тұздығын салып, тұздығын салып болғаннан кейін тауықтың етін араластырамыз да үстіне 100 граммдай ғана су құямыз. Одан көп қоспаймыз. Өзінің майы мен сорпасына піседі. Суымызды құйғаннан кейін 1-2 минут бұқтырамыз. Біздің етіміз дайын болады. Дайын болып қалған кезде үстіне осындай ас көкті турап қосып жібереміз. Ас көгімізді қосқаннан кейін біздің етіміз дайын болады. Еттің иісі өте келініп болып шығып жатыр. Осы тағам жасап көруге кеңес беремін. Егер де ұнап жатса, видеоның астына лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды жазып қойыңыздар. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендігі достар, күрішті пісіретін боламын. Күрішті пісіру үшін осындай үлкен қазанды қыздырып қойып, үстіне 200 грамм сұйық май құйдым. Сұйық майым қызғаннан кейін үстіне әбден дайын болған, жуылған және де 10 минуттай жылы суда тұрған күрішті саламын. Менде мөлшері 5 стақан. Егер де аз пісірем десеңіздер, 2 стақан пісірсеңіздер, сұйық майды 100 грамм ғана қосыңыздар. Енді осылай күрішті майға әбден қуырамын. 5 минуттай жасап тұрып араластырып тұруға қажет болады. Жабыс қалмау үшін 5 минуттан кейін осы сұйық майдың мөлшері азаяды. Сол кезде дәміне қарай тұзын қосып, және де көз мөлшерімен су құямын. Ыстық су қажет болады. Ыстық суды күрішіміз басып тұратындай етіп, және де 1 сантиметрдей күріштен асып тұру қажет болады. Одан артық қоспаңыздар, күрішіміз езіліп кетуі мүмкін. Осылай ыстық суды құйып, күрішті араластырып, бетін бұқтырып жауып қоямыз. Орташа отта дайын болғанша пісіреміз. Күрішіміз ешқандай жабыспайды, әбден әдемі болып шашыраңқы болып піседі. 5 стақан күрішке 200 грамм сұйық май қостым. Енді күрішіміз дайын болғанша пиязымызды тураймыз. Бұл қазір біздің күрішке араластыратын
көкөністер болады. Осылай пияз бен сарымсақты ұсақтап етіп тураймыз және де қызып тұрған табамызға қуырамыз. Турап болдым, пиязымды қуырамын. Пиязым қуылғанша осындай көкөністерді алдым. Енді сәбізді жұқалап етіп тураймын. Тез пісу үшін жұқалаймын. Осындай 2 бөлікке бөліп, осындай әдіспен турап шығамыз барлығын. Және де қуырылып жатқан пияздың үстіне ең бірінші сәбіз саламыз. Сәбіз үлкен көбірек піседі. Ешқандай су қоспаймыз, орташа отта қақпағын жауып қойып қуырамын. Сәбізім қуырылғанша қалған көкөністерді тураймын. Дәміне қарай мен тәтті бұрыштар алдым. Осыларды қосамын. Осылай ұзынша етіп барлығын турап шығамыз. Міне пияз бен сәбізім қуырылып қалды. Енді үстіне жүгері қосамын, жарты банкасын. Егер де ұнамаса қоспай қоюға болады. Және де үстіне туралған тәтті бұрыштарды саламыз. Тағы да араластырып, бетін жауып кішкене қуыратын боламыз. Өзінің сөліне кішкене қуырамыз. 10 минуттай қуырылғаннан кейін осы көкөністердің үстіне дәміне қарай дозын, бұрышын, дәмдеуішін қосып, өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Дәмдеуіш қосқаннан кейін кішкене ғана су құямын. 100 граммдай. Және де біздің осы көкөністеріміз дайын болады. Көкөністеріміз дайын болды. Күрішіміз де міне әдемі болып пісті. Ешқандай жабысқан жоқ. Осылай шашыраңқы болды. Енді көкөністер мен күрішті бірге араластырамыз. Енді осы көкөністерді жақсылап араластырамыз бірге. Әбден араласқанша дәмі өте күшті болып шықты. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер күрішті. Жай ғана өзін берсеңіздер, осы түскі асқа өте дәмді болып шығады. Ал осындай етпен пісірсеңіздер, тіптен әдемі, дәмді болып шығады. Тауық еті болмаса, қой етімен немесе сиыр етімен де істей берсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне осындай әдемі күрішпен тауық етін сізге бүгін ұсындым. Егер де ұнап жатса, осы видеоның астына лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Міндетті түрде менің каналымды ары қарай дамыту үшін үлестеріңізді қосып жүрсеңіздер, өте қуанышты боламын. Ол үшін маған тіркеліп, каналымды менің дамытып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Осы видео рецептпен достарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.